Бейнеу ауданы еліміздің ең шалғай аудандарының бірі. Осы 30 жыл ішінде ауданымыз үлкен белестерден өтті. 1973 жылдың 20 наурызы бүкіл маңғыстаулықтар үшін ақ түйенің қарны жарылып, аспаннан шұға жауған күн болды. Бұл күні Маңғышлақ облысының құрамына орталығы Бейнеу қалалық поселкесінде болатын Бейнеу ауданы құрылды. Алғашқы жылдары білім саласы бойынша селода алғашқы орта мектептер бой көтере бастады. Соның бірі 1977 жылы ашылған Бейнеу балалар музыка мектебі. 1994 жылы Бейнеу ауданы әкімінің тамыздың 5-дегі 148-ші қаулысымен аудандық музыка мектебі мен жасөспірімдер үйі таратылып, олардың негізінде балалар өнер мектебі болып құрылды. 2008 жылы мектепке Маңғыстау Үстірт өңірінің айтыс-тартыс күйшісі Құлшар Бақтыбайұлы аты берілді. 2009 жылы мектеп жанынан Бейнеу балалар аула клубтары ашылды. Мен Шонтыбаева Әсем Тоқабайқызы 1976 жылы қараша айында Маңғыстау облысы Бейнеу ауданы Бейнеу поселкесінде туып өстім. 1984-1993 жылдарда Ыбырай Алтынсарин атындағы орта мектепте оқып білім алдым. 1987-1991 жылдарда Бейнеу балалар музыка мектебінде домбыра класы бойынша дәріс алып аяқтадым. 1993 жылы Ақтөбе қаласына жоғары білім алуға бел буып, Ақтөбе педагогикалық институтының музыка мамандығының сырттай бөліміне қабылдандым. Студент бола жүріп, өнерден білім алған музыка мектебіне келіп, домбыра сыныбының мұғалімі болып жұмысымды бастадым. Алғашқы жылдары өзіме сабақ берген ұстаздарыммен бірге қызметтес болу қиындау болды. Бірақ оқып жүріп жұмыс жасағаным тәжірибе жинақтауға мол мүмкіндік берді. Сол жылы ұлттық валютамыз болып теңгеге ауысуы мен үшін есте қаларлық оқиға. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алған алғашқы жылдары барлық жерде қиыншылықтар туындаса да, еңбек жолымды бастап кеттім. Өнер жолындағы еңбек жолым мектеп тарихымен қатар жүріп, әр жылдағы мектептің дамуына үлес қостым деп ойлаймын. Педагогтық қызметтің қыр-сырын үйрене жүріп, музыка бөлімінің жетекшісі, директордың оқу жұмыс жөніндегі орынбасары қызметтерін атқарып келдім. Қоғамдық жұмыстарға етене араласып, домбыра аспабымен қатар домбыра прима, фортепиано, жетеген аспаптарында өз бетімше меңгердім. Ауданның мәдениет саласында аудандық ұлт аспаптар оркестрінің құрамында және Алтыбақан ән-би ансамблінде өнер көрсеттім. 2018 жылы мамыр айында осы мектептің директор лауазымына бекітілдім. Ұстанымым білім алу батылдық, оны толықтыру даналық, шебер қолдана білу жетістік. Қызмет етудегі мақсатым тәрбиеленушілердің жалпы өнерге көзқарасы мен эстетикалық талғамын дамыту арқылы педагогтардың біліктілігі мен кәсіби шеберлігін арттыруды ұйымдастыру.